Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бүгін мен таңертең қалай сабаққа баратынымды көрсетемін. Бұл, конечно, менің күнде емес, менің комнатный. Жарайды, бастаймыз. Менің таңертеңім басталады, что мені будильник оятады. Мен тұрамын, будильникті үстіп жүремін. Фонарімді жағамда, ваннаның светін жағып, жуынамын. Так, бетімді жуып аламын, щеткамды жуып аламын тоже. И тісімді жуамын пастамен. Жудым. Сосын мен одан кейін фонарикті қосам. На прихожкада ойланыңыздар, на прихожкада свет. Бүйтіп, деп су ішіп аламын. Фонарикті жағып, киінуге барам. Енді сабақ киім табу керек. Так, қайда сабақ киім? Так, сабақ киім таппай жатқан дейді. Так. Мен таптым. Мен үстіп, киінем. Сосын мен шашымды істетуге мамаға барам. Мама тұрады. Сосын мен шашымды тарап беріп істеп береді. Апашым мен шашым шынымен орында емес. Өзім бар фантазиямды істей салғам. Сосын енді біз бірінші этажға барайық. Басында айттым, что біз не ондай. Сосын мен бүйтіп 7:30-ға дейін киінемін. Киініңіз қанша 7:30 болды. Давайте мен сабақ киім сыртынан кие салғандай болсын. Шапкамды киемін, телефон қалтама салам, сумкамды кием. Сосын мен мамаға ассалаумағалейкум деймін. Сосын мама ассалаумағалейкум деймін. Мама уағалейкум ассалам деймін. Есікті ашам, шығам. Сосын кетем. Ойнап айтам, бүгін субботочка. Лучше кетіп ұйықтайын. Все, давайте мен кетіп ұйықтайын. Ассалаумағалейкум. Как-то осылай міне таңертең өтеді. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Сіздер комментарийде нешеде тұрасыздар, сабақтарыңыз нешеде, қалай дайындалатыныңыздарды комментарийға жазыңыздар. Ал енді мен сіздермен прощаться етемін. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Көріскенше.